Сонымен жауынгерлеріміз 66 келі салмақта екеуінде бүгін дебют. Көкбұрышта жасы 19-да, бойы 172. Представляет клуб Манас Прайд. Чемпион республики по ММА, и по грэпплингу, и по тайскому бою. Аманжолов Ерна! Қызыл бұрыш. Жас 19-да, бойы 173. Призер Казахстана по рукопашному бою. Представляет клуб Шамар Алимбаев Ақылбек. Төреші Саябек Нұртазин. Жауынгерлер, ережені білеміз, ережені бұзбаймыз. Мені мұқият тыңдаймыз. Сәттілік қол алсамыз, бұрыштарды. Сонымен алғашқы раунд мінекей Аманжолов Ернар мен Алимбек Ақылбек арасындағы тамаша бір тартыстың куәсі болатынымыз анық. 66 келі салмақ дәрежесі қос спорт ішінде бұл дебют. Тамаша мінекей қараңыздаршы, спортшылар қандай ашық айқасқа, ешқандай барымтасыз бірден ашық айқасқа кірісіп кетті. Жаңа соқалмасу барысында Алимбаевтың бір-екі соққысын көрдік. Тамаша өткен мінекей қазір Аманжолов бірден күреске кіруге бел буған екен. Жаңағы соққылардан кейін жекпе-жектің тактикасын барынша басқа бағытқа бұруға тырысып жатыр. Клинч қазір. Бұл спортшы тайбокстан республика чемпионы деген атақ дәрежесі бар. Сондықтан клинчте жақсы жұмыс істейтін анық. Мінекей тамаша текетіресінің куәсі болып отырмыз. Мінекей жетісулық жанкүйерлердің қуанышында шек жоқ шығар. Мінекей ашық айқас бірден ешқандай барымтасыз спортшылар кірісіп кетті. Бұл жерде қараңыздар қандай қателікке бой алдырды. Аманжолов қазір фулмаунт позициясында еленуге толық мүмкіндігі бар. Алимбаевтың өзіне оңтайлы позицияға отырды. Дегенмен бір аяқты әлі шығармаған екен. Белсенділік таныту керек. Қазір Алимбаевқа бұл жерде әйтпесе жата берсе, төреші тұрғызып жіберу әбден мүмкін. Фулмаунт толыққанды шықты. Гардқа мінекей қараңыздар қандай жойқын соққыларын тартты қазір Алимбаев. Шымыр клубының өкілі жекпе-жекті басымдықты өз қолына алды. Аяқта мықтылап қысты. Қазір бұл енді жібермейтін анық. Бұл позициядан барынша ұрып алуға тырысу керек. Дегенмен ақыл қындыру әдісін іздеп жатқан анық. Бұл жерде спортшының қараңыздар қазір Аманжолов қалай сылып шығып кетті. Аса бір қауіпті позициядан енді гард Аманжоловтың еншісінде. Қараңыздар. Арқасын беріп қойды бұл жерде Алимбаев. Қауіпті позиция. Мінекей керді. Қараңыздар қандай жойқын соққыларды өткізіп алып жатыр. Қазір Алимбаев дәл осылай жалғасатын болса, жекпе-жекті төреші тоқтату мүмкін. Бұл жерде, қараңыздар, жоқ жерден ереже бұзды. Шынтақ пен шидемен салып жіберді. Сөзсіз қазір ауызша ескерту берер ме екен? Төреші раундтың тең жартысы артта қалды. Алимбаевқа қазір өз-өзіне келіп алуға мүмкіндік береді. Әрине қазір Аманжолов барынша кешірім сұрауға ниет білдіріп жатыр. Әдейі ұрылмаған анық. Бұл жекпе-жек барысында болатын жайт, әрине эмоцияға беріледі. Бұл жерде соққындарды барысында өз-өзін тоқтата алмауы мүмкін.
Қазір дәрігерлер барынша көмек көрсетуде. Жекпе-жекті жалғастыра алуға мүмкіндігі бар ма екенін сұрады. Әлімбаев Ақылбек бұл жерде бас тартып тұрған жоқ. Кейін нағыз жігерлік танытып, қайсар мінез көрсетуде. Жекпе-жекті әрмен қарай жалғастыруға болады. Сонымен алғашқы раундтың тең жартысына келген едік. Тамаша соққы алмасу барысында мінекей қазір Аманжоловтың бірнеше соққысы дәлірек тиді. Қарсыласқа қараған кезде Аманжолов қазір мойынды алуға тырысып жатыр. Мінекей кезекті оңтайлы позиция Аманжолов үшін бұл. Мойынды алды бұл жерде, дегенмен қолды толыққанды салған жоқ. Әлде қылқындыру әдісін жасап көрге барынша тырысып жатыр Аманжолов. Мінекей енді ғана мойынды алды, қол толыққан салған екен. Бұл жерде Әлімбаев шыдап баға ма? Қолын алмастырып үлгерді дер кезінде. Мінекей әдісі соңына дейін жеткізуге болады. Бұл жерде Әлімбаев барынша қараңыздар қазір шыдап бағуға тырысуда, не деген мінездік жанкешілік танытуда. Аса қауіпті позиция Әлімбаев үшін. Шынтақты іске қосты қазір. Бұлай ауыр соққыларды өткізе беруге болмайды. Қазір төреші дәл осылай жалғасатын болса, жекпе-жекті тоқтатуы тиіс. Бұл жерде ауыр соққыларды өткізіп алып жатыр Әлімбаев. Осылайша Аманжолов жекпе-жектің, яғни алғашқы раундтың аяқтауына 1 минут қалған кезде техникалық нокаутпен жеңіске қол жеткізіп отыр. Қадірменді жанкүйерлер, бұл аралас жекпе-жек лигасы, қараңыздаршы қандай тамаша кездесулердің куәсі болып отырмыз. Тартысқа толы текетірестер. Сөзсіз ешбір спортшы аянып қалып жатқан жоқ. Сонымен Аманжолов Ернар жарқын жеңіске қол жеткізіп отыр осылайша. Сонымен 4 минут 5 секундта техникалық нокаутпен жеңіске жеткен Аманжол Ернар! Сонымен жекпе-жегіміздің келесі жауынгерлерін ортаға шақырайық. Құрметті жетісу, мырзалар, қолдауларыңызбен көк бұрышта батыр қыздарымызды шақырайық. Дүйсенбиева Айман